Қолайсыз атмосфералық құбылыстар. Тұман – ауаны көмескілендіретін бөлшектердің жер бетіне жақын орналасуы. Нәтижесінде жер бетіне қалың тұман түскенде көру ұзақтығы оншақты метрден бірнеше метрге дейін жетуі мүмкін. Шық -0 градустан жоғары жағдайда ағаш жапырақтарында және топырақ бетінде пайда болатын судың ұсақ тамшылары. Ашық түнгі мезгілде ауа біршама суынып, ауадағы су конденсацияға ұшырап, ұсақ тамшы күйінде жапыраққа және топырақ бетіне жиналады. Кемпірқосақ күннің жарығы түсіп, жаңбыр жауып тұрған бұлттардың төменгі жағынан көрінетін құбылыс. Радиусы 42 градус шамасында болатын әртүрлі түстерге бөлінген ашық доға. Бұрқасын боран – жауған қардың желдің күшімен бір жерден екінші жерге көшуі. Кейде қар жауып тұрған кезде боран қатар жүреді. Бұрқасындық құбылыстан сырғыма барысында ерекше атауға болады. Қылау – жер бетіндегі жіңішке және ұзын нысандардың үстінде қатып қалатын ұсақ мұз кристалдары. Суықта және тұман түскенде пайда болатын құбылыс. Таулы ормандарда көбірек кездеседі. Көкмұз – жер бетіне және заттардың үстіне түсетін тығыз, тегіс, жалтыр мұздан түзілетін жауын-шашынның бір түрі. Көкмұз байланыс желілеріне және көктайғақ көлік қатынасына қатер төндіруі мүмкін. Күннің күркіреуі мен жай қатар жүріп, желдің жылдамдығы уақытша болса да үдейтін құбылысты найзағай дейді. Найзағай Еуразия қоңыржай белдеуінде. Бұл жағдай көбінесе жаз айларында болады. Бұршақ жылдың жылы мезгілінде найзағаймен қатар нөсерлі жаңбыр жауған кезде байқалады. Бұл құбылыстың қайталануы орталық Қазақстанда 40%, ал таулы аймақтарда бұл көрсеткіш 2 есеге өсуі мүмкін. Бұршақ жыл сайын Алтай, Жетісу және Іле алатауында жиі байқалады.